Ал қыздар, тиктоктан қалай табыс табамыз? Сізде уже ниша бар дейік. Ниша деген белгілі бір кәсіппен уже сіз айналысасыз, қолыңызда дайын дүние бар. Біз соны не істеу керекпіз? Елдерге жарнама жасап сату керекпіз. Ол үшін бізде сапалы видео болу керек дедік. Енді оны біз қалай сатамыз? Жарайды, сапалы видеоны салып алдыңыз, немесе түсіріп алдыңыз, оны қалай сатасыз? Мысалы, сіз егерде бади, витамини сататын болсаңыз, қыздар, бұлай жасайсыздар. Мысалы, сіздер адамның бірінші кезекте проблемасын айтасыздар. 30 сөзді, 40 сөзді айтудың қажеті жоқ. Өйткені адамдар оны тыңдамайды да, адамдар одан жалығады. Мысалы, сіз айтасыз, мысалы, мен бір коллаген өнімін сатайын десем, былай айтам. Егер де сізде әжім түсіп жүрсе, тез әжімнен құтылғыңыз келсе деген сияқты басты проблеманы айтам. Сол кезде әжім түсіп жүрген, жаңағы бетінде әжімі бар, қанша жерден крем жағып жүріп, қолданып, нәтиже көрмей жүрген келіншек маған жазады. Мынам осындай бар еді, мен әжімнен құтылғым келеді, қалай алсам болады деген сияқты. Егер де сіз ағылшын мұғалімі болсаңыз, ағылшын мұғалімі курс өткізбекшісіз, жалпы балаларды жинап, соларға сабақ өткізбекшісіз, продленка жүргізбекшісіз. Вот сол кезде сіз ағылшынға балаңызды жинау үшін былай айтасыз. Егер де сіздің балаңыз ағылшын тілін меңгергенін қаласаңыз, ағылшын тілін білмейді, қанша жерден курсқа бердіңіз, ешқандай нәтиже көрмей жүрсеңіз, деген сияқты тартымды видеоларды шақырасыз. Немесе сіз жаңағы бір әдемі тәтті пісіресіз, кухняңыз бар, жаңағы да күшті, енді оқырман жиғыңыз келеді, YouTube каналы ашқыңыз келеді, YouTube'да монетизация қосқыңыз келеді, табысқа шыққыңыз келсе, вот сіз әдемі видеоларды TikTokқа жүктейсіз. Және де TikTokты жүктеген кезде, қыздар, бүкіліні толық салмай, видеоның жартысын саласыз да. Мысалы, әдемі торт пісіресіз да, торттың пісіріліп жатқан салып, сол торттың пісіріліп жатқан саласыз да, до конца біткенін салмай, осы туралы торттың до конца піскенін көргің келсе, немесе осындай торт жасағың келсе, менің YouTube каналыма өт деп, TikTok арқылы YouTube каналыңызға шақырасыз. Немесе сіз Instagramыңызды дамытқыңыз келсе, TikTok арқылы Instagramыңызға дамытасыз. Осылай пайдалы контенттер білгің келеді ме? Онда менің Instagram парақшама кел, менде пайдалы контенттер бар деген сияқты не істейсіз? Сіз TikTok арқылы өзіңіздің оқырмандарыңызды Instagram парақшаңызға шақырасыз. Мысалы, сіз жалпы қараңыз, кроссовка сатайын деп жатсыз, сумка сатасыз, немесе сіз бір базардан точка аштыңыз. Сол точкаға, қыздар, адам шақыру керек, точкаға. Вот сол кезде сіз күшті күнде жарнама жасайсыз TikTok арқылы. Қыздар, қалайсыздар? Менде мынандай алтын сататын дүкен ашылды. Шымкент қаласындамын, Алматы қаласындамын, мынандай қатарда орналасқан. Бізде бүгін 10% скидка болып жатыр. Келген оқырмандарыма сыйлық берейін деп жатырмын. Немесе жаңағы Турциядан бізден товарлар келді, Қытайдан товарлар келді, брендтер келді деген сияқты не істейсіз? Осылайша өнімдеріңізді жарнама жасап, елдерге ұсынасыздар.